Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары, бүгінгі видеода ағылшын тілі пәнінен, яғни English база оқулығының Workbook'ын талдап беретін боламын. Яғни біз 6-шы бөлімді аяқтадық. Соған енді қорытынды жасаймыз. Progress Review Unit 6 World of Work. Exercise 1 Vocabulary. Complete the sentences with the words in the box. Яғни таблицадағы сөздермен біз сөйлемдерді толықтыруымыз керек. Бірінші, we don't usually watch DVDs in English. Біз ағылшынша видеолар әдетте көрмейміз дейді. Екінші, I do my homework every evening. Мен күнде кешке үй тапсырмасын орындаймын дейді, жасаймын дейді. We sometimes listen to music in English. Біз кейде ағылшынша музыка тыңдаймыз дейді. Төртінші, I never copy my friend's work. Мен ешқашан досымнан көшірмеймін дейді. Бесінші, we listen to the teacher in class. Біз сыныпта мұғалімді тыңдаймыз дейді. Алтыншы, I often use an English dictionary. Біз кейде ағылшын сөздігін қолданамыз дейді. Жетінші, Біржан and Ақбота go to special classes after school. Сынып мектептен соң Біржан мен Ақбота арнайы сыныптарға барады дейді. Сегізінші, I always revise before an important test. Мен тестке алдын ала дайындаламын дейді. Яғни осы сөздерді біз 6-шы бөлім бойы оқып аударған болатынбыз. Енді осыларды бірінші жаттығуға жазып шығамыз. Келесі екінші жаттығу complete the sentences. Яғни жақшадағы сөздердің орындары ауысып кеткен, соны дұрыстап орындарына қойып жазуымыз керек. Ендеше бастаймыз. Бірінші, I like numbers. Мен сандарды жақсы көремін дейді. I always do homework maths. Яғни I always do my maths homework. Мен математика үй тапсырмасын жасаймын дейді. Екінші, food, яғни жақшадағы сөз жазуымыз керек. Food technology is a good subject. We sometimes cook in the lessons. Үшінші, they are very interested in languages. They go to French classes after school. Төртінші, I always listen to the teacher in ICT and the communication technology. We're good at sport. Our favorite subject is physical education. Деп, мына сөздерді екінші жаттығуға жазып шығамыз. Келесі үшінші жаттығу exercise 3 present simple spelling rules and revision. Complete the sentences with one of the words in brackets. Яғни жақшадағы есімдіктердің бірін таңдап жазуымыз керек. Бірінші, Абылай's favorite subject is Spanish. Абылайдың сүйікті жақсы көретін пәні испан тілі дейді. He is very interested in it. Ол өте оған қызығады дейді. Mariam is a popular girl. Мариам өте атақты қыз дейді. The other students like her. Басқа оқушылар оны жақсы көреді дейді. Arjun has got a lot of English books. Аржунның ағылшын кітаптары көп дейді. He reads them at home. Ол оны үйінде оқиды дейді. I think Талғат is a good student. Менің ойымша Талғат өте жақсы студент, оқушы дейді. He always listens to me in class. Adam sits next to Pavel, but he doesn't talk to him in class. Осы есімдіктерді мынау үшінші жаттығуға жазып шығамыз. Келесі төртінші жаттығу complete the school report using the present simple form of the verbs in brackets. Яғни бос орындарға мына жердегі сөздерді сәйкес етіп жазып шығуымыз керек. Бірінші, I'm very happy with Тоқжан this year. She studies hard in class and she doesn't talk to the other students. Үшінші, she listens to all her teachers and she uses a dictionary. She does her homework every day. I think she's got a good attitude. Осы сөздерді мына бос орындарға жазып шығамыз оқушылар. Келесі 5-ші жаттығу 49-ші бет exercise 5, яғни жалғасы, я. Complete the sentences. Біз мына жерде қалып кеткен әріптерді сөзді жалғастыруымыз керек. There are 26 letters in English alphabet. Ағылшын алфавитінде 26 әріп бар дейді. Cat is a German word for a cat. People speak Russian in Moscow. Москваның адамдары орыс тілінде сөйлейді дейді. I think Turkish is an interesting language. The chimpanzee can understand this symbol.
The chimpanzee understands English, but she doesn't understand French. Осы сөздерді мына 5-ші жаттығуға жазамыз. Келесі 6-ші жаттығу. Exercise 6. Complete the questions and answers with do, does, and don't or doesn't. Яғни do, does, don't, doesn't көмекші етістіктерін біз мына бос орындарға жазып шығуымыз керек. Ендеше бастаймыз. Do you study Spanish at school? Yes, I do. Екінші, does your teacher speak Spanish in class? Yes, she does болады. Яғни бірінші бос орынға бірінші етістікті, сөйлемнің соңындағы екінші орынға екінші етістіктерді жазып шығамыз. Сонымен мына етістіктің барлығын 6-ші жаттығуға жазып шығамыз оқушылар. Болғаннан кейін 7-ші жаттығуды орындаймыз. Exercise 6. Choose the correct answers. Яғни мына жердегі дұрыс жауаптарды қойып жазуымыз керек. Бірінші, Owen, do you know? C-ді қоямыз, яғни any, біріншісінде C болады. Any French болады. Yes, екіншісінде B-ді қоямыз, яғни екіге қараймыз да B-ді қоямыз. Yes, I do. My mom is French. Why? I, іште C болады, яғни don't болады. Why? I don't understand this. I do, яғни төртте. How болады екен? How do you say play in French? It's Joe. Sorry, can you say? Бесте B болады, яғни бестің қатарына қарап B-ді қоямыз. Z. Яғни can you say that again болады. Please, how do you pronounce it? It's easy. It's Joe. And how do you spell that? Joe thanks Owen дейді. Яғни мына жаттығуды жауаптарын жазып аламыз. Жазып алсақ, келесі 8-ші жаттығуды орындаймыз. Exercise 8. Complete the report with the words in the boxes. Яғни таблицадағы сөздерді бос орындарға қойып жазуымыз керек. Бірінші, Айнура studies at the big school in Astana. Айнура Астанадағы үлкен мектептердің бірінде оқиды дейді. The capital Kazakhstan. Her native language is Kazakh, but she also speaks English, Russian, and some French. Ол қазақ тілінде, оның ана тілі қазақ тілі дейді, және де ол бірақ ағылшын, орыс, француз тілдерінде сөйлейді дейді. At school, Айнура studies English for 4 hours every week. Мектепте Айнура аптасына 4 рет ағылшын тілін оқиды дейді. She usually has 2 hours of homework. Айнура likes speaking and listening, but she doesn't like reading and writing. Айнура сөйлеу мен тыңдауды жақсы көреді дейді, бірақ жазу мен оқуды ұнатпайды дейді. At home, she often listens to English songs, but she never reads English magazines. Ол үйінде ағылшынша тыңдайды дейді, бірақ ешқашанда ағылшынша журналдар оқымайды дейді. She thinks that her English is good. Ол ойлайды оның ағылшыны жақсы деп, but she wants to improve her pronunciation. Ол өзінің pronunciation дамытқысы келмейді дейді. Яғни 8-ші жаттығудың жауаптары осы оқушылар жазып аламыз. Осымен біздің сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңдар.